Соңғы ұятсыз видеоларға байланысты менің оқырмандарым сұрапты, сіз қалай ойлайсыз, хайп не хайп деп. Енді мен өзімнің бестейінді осы жерін, енді осы жерде. Басында мен ол кісілерге сенген болатынмын. Мобилограф таратып жерді деген кезде. Потом олардың что-то тредстен андай дірілдетем, ауыртам деген нәрселерін көріп, одан қайта обращение жасай бергендеріне қарап, что-то күмәндана бастадым. Енді мобилограф таратса, конечно, ауыр енді. Ана видеосын бір добрый адамдар жіберді маған. Ал енді біреулер жазыпты, жалап, бүйтіп, сөйтіп. Енді жаласа жалай берсін да, өздері ғой, өздерінің көзді өндірістікі, бомждық емес қой әйтеуір. Бірақ енді закрытый комнатада болу керек қой, не болса да ол бүкіл Қазақстанға не надо. Ой-бой халқым, мен тауға барып, таудан кейін жұмысқа барып, шаршап, үйге келіп, тағып ұйықтап тұрып, телефонды ашсам, сообщенияларды көріп, өлдім ғой қатыпшы. Кешегі хан мырза бар ғой, анау Асаба хан еді, кім еді, соның видеолары барлық мені қазақ халқына травма болып қалған ау. Менің кешегі түсірген рилстарымдан ойбой, көтеніңіз көрініп қап, намаз оқып, көтеніңіз көрсеткеніңіз не, ты в стрингах, не в стрингах, шелковый пижама кимейсің ба деген сообщениялар көбейіп кетті. Халқым, енді мен о жерде бір дайындалып, бір не қылып барған жоқпын. О жерде құбылаға қарап мен намаз оқыдым, пижама кидім, пижамам сыртынан намазник кидім. Енді бір арам ойым болған жоқ. Енді видео түсіріп көрейінші деп түсіргем енді. Соған осындай жағдайлар болды. Бәріне сәлем, құрметті оқырмандарым. Короче, 2 дня назад у Хана Тамады было 119 подписчиков. Сегодня уже 130. 11 тысяч подписчиков за 2 дня. Ну это хайп, базар жоқ. Шоколадный хайп называется. Хан ата, хайптың атасы ғой. Ну, что сказать, сами слили, хайпанули, ну хайп четкий. Фильм был очень шикарный. Так что, жігіттер, подписываемся. Всем пока. Кстати, вот здесь вот вам сейчас покажу сравнение. Давайте, удачи всем. Жаңағы хан Асаба мәселесі бойынша көп кісілер жазып жатыр да, бәке ол искусственный интеллект емес, олар шынымен де сондай видео түсірген деп біліп отырмын. Шынымен де түсірген, өздері де айтып жатыр ғой парақшаларында. Для себя түсірген, біз интернетке саламыз деп ойлаған жоқпыз. Мобилограф салып жіберді деп айтып жатыр ғой. Вот соны изначально мойындамау керек еді. Біз туралы мынандай видео тарап жатыр, біреу искусственный интеллект арқылы жасап таратыпты деп, мысалы, гример шақырып, денесіне, ана хан денесіне бір жеріне шрам салғызу керек еді да. Әйелін, мысалы, иығына бір постоянно көрінбейтін бір жеріне қалдың суретін салғызу керек еді да. Міне мен мына жерінде шрам бар, әйелім мына жерінде қал бар. Ана видеода ондай нәрсе жоқ. Так что сенбеңіздер деп мойындамау керек еді изначально. Я қателікті мойындаған дұрыс, кешірім сұраған дұрыс. Ну, мына мәселеде мойындамаған ол күнә емес шығар деп ойлаймын. Енді байқаусызда интернетке кетіп қалды, осындай проблемаға тап болдыңдар. Енді осынан шығудың несін ойлау керек қой енді. Осылай шығуға болатын еді деп ойлаймын да. Гример шақырып, неғып, грамотно өйтіп. Бір видео салу керек еді да, бұл біз емес, сенбеңіздер деп. Искусственный интеллект деп. И одан кейін дым білмеген адам сияқты бұл туралы вообще видео түсірмей, жаңағы тренировкаңа барып, залыңда жүріп, тойыңды жүргізіп, дым білмеген адам сияқты жүре беру керек еді. Келіншегіңе жыламау керек еді. Я біз туралы мынандай видео шығарып та, ой, адамдар қатырады я деген сияқты, дым болмаған сияқты өсіп шығып кету керек еді бұл ситуациядан. Енді жаным ашып атқаны, ана кісілерге жаным ашып атқаны ғой.